Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Кітабымызда 95-ші бетті ашамыз. 95-ші бетті ашып, дәптерімізге күннің жадын жазайық. Сәуірдің 16-сы бүгінгі тақырыбымыз. Алдыңғы сабақта біз дінаралық келісім, қоғам тұрақтылығы кепілі деген тақырыпты бастаған болатынбыз. Енді сол тақырып бойынша ережемен танысамыз. Бүгінгі тақырыбымыз көп құрамды салалас және көп бағыныңқылы сабақтас сөйлемдер. Сабақтан біз не оқимыз бүгін? Бірінші, көп құрамды салалас сөйлем деген не? Сонымен танысып аламыз. Екінші, көп бағыныңқылы сабақтас құрмалас сөйлем деген не? Осы екі сөйлем түрімен танысатын боламыз. Көп құрамды салалас сөйлем. Көп құрамды салалас құрмаластардың екі құрамды салаластан басты ерекшелігі, енді көп құрамды деп атайтып тұр. Бұнда екіден көп болады. Құрамдағы сөйлемдер екі сөйлемнен көп болады. 3, 4, 5 сөйлемге дейін барады. Яғни жай сөйлемдерден құралады. Сондықтан бұны көп құрамды деп атайды. Құрамындағы сөйлемдер бірнеше сөйлемнен құралғасын, бұны көп құрамды деп атайды екен. Басты ерекшелігі осы да. Атауын өзі айтып тұр, көп құрамды деп. Яғни құрамындағы сөйлем 4-5 сөйлемнен құралады. Бұндай сөйлемдер көбінесе шығармаларда, жазушылардың әңгімелерінде кездеседі екен. Осы көп құрамды салалас сөйлем. Сонымен көп құрамды салалас сөйлем қалай байланысады? Бір салалас сөйлем 3 немесе одан да көп жай сөйлемнен тұрады. Мұны айттық. 3 сөйлем немесе одан да көп жай сөйлемнен тұрады. Мұндай көп құрамды сөйлемдердің мағыналық қатынастары бір түрлі, яғни кейде бірыңғай байланысады, кейде әртүрлі байланысады екен. Мысалы, бізге беріліп отқан сөйлемді алып қарайық, мына жерде, мысалы, теңіз көкпеңбек, құм қойрақ жағасы алтындай сап-сары, төңірек сыңсыған орман дейді. Осы сөйлемнің құрамы 3 компоненттен тұрады. Көріп тұрмыз ба? 3 жай сөйлемнен құралған. Біріншісі теңіз көкпеңбек, екінші құм қойрақ жағасы алтындай сап-сары. Үшінші сөйлем сыңсыған орман дейді. Міне осы 3 компоненттен құралып тұр, 3 жай сөйлемнен, және де бұлар бір-бірімен бірыңғай байланысып тұр. Барлығы да нені суреттейді? Табиғатты суреттеп тұр. Мағыналарына қарайтын болсақ, бірінші теңізді айтты, теңіз көкпеңбек, құм қойрақ жағасы алтындай сап-сары, төңірек сыңсыған орман дейді. Барлығы 3 сөйлемде табиғатты суреттеп тұр екен. Енді бұны бірыңғай байланысу дейміз. Көп құрамды салаластың бірыңғай байланысуы. Енді біз қарап отырмыз, көп құрамды салалас сөйлем құрамында 3 жай сөйлемден немесе одан да көп жай сөйлемдерден құралады екен. Кітабымызда қарайтын болсақ, мысалы, мына жерде бір сөйлемді келтірген. Карантинде асхана жоқ екен, тамақты бір жақтан береді. Онысы суып қалған бірдеңе, және ол құрсағымызға жұғым болып жарытпайды. Қарнымыз ашадақ, өліп кете жаздаймыз. Сол уақытта тамақ іздеп бармайтын жеріміз жоқ. Міне мына сөйлемді қарап отырсақ, құрамында бірнеше жай сөйлемнен құралған. Мысалға, 3, 4, 5, 6 жай сөйлемнен құралған екен. Міне осындай көп құрамды салалас сөйлемдер кездеседі. Құрамындағы барлық жай сөйлемдердің баяндауыштары тиянақты болады. Және бір ерекшелігі көп құрамды салаластың құрамындағы барлық жай сөйлемдердің баяндауыштары тиянақты болады. Яғни сөйлем тиянақты аяқталып тұрады. Мысалға қарайтын болсақ, ол келді де, кім келді? Ол не істеді? Келді. Міне, екі сөйлемде бастауыш және баяндауыш анық айтылған. Ол келді де, есікті ашып қарап еді, бәрі тегіс келіп болыпты дейді. Міне, осы 3 сөйлемнің баяндауышы да, бастауышы да тиянақты болып келеді екен. Көп құрамды салалас сөйлемнің құрамындағы жай сөйлемдердің баяндауышы, бастауышы тиянақты болып келеді екен. Міне, оқушылар, көп құрамды салалас сөйлем 3 немесе одан да көп жай сөйлемдерден құралып жазылады екен. Мысалы, ол келді де, есікті ашып қарады, бәрі тегіс келіп болыпты. Барлық 3 сөйлемде бір мағынаға тоғысып тұр, яғни бір мағынаны суреттеп тұр. Есікті ашып қарап еді. Нені ашты? Есікті. Не істеді? Ашып қарады. Бәрі тегіс келіп болыпты. Кім келді? Бәрі. Не істеді? Келіп болыпты. Міне, оқушылар,
құрамындағы жай сөйлемдер осылайша бір-бірімен тығыз байланыста болады екен. Келесі көп бағаныңқылы сабақтас құрмалас сөйлемдер. Екінші сөйлемнің түрі. Көп бағаныңқы. Енді бағаныңқы дегеніміз біз өттік, басыңқы, бағаныңқы, сыңарлары болады. Салалас құрмалас сөйлемнің басыңқы, бағаныңқы, сыңарлары болады. Енді көп бағаныңқылы сабақтас құрмалас сөйлем деген не? Көп бағаныңқылы сабақтас құрмалас сөйлемдер құрамындағы бағаныңқы компоненттерінің әрқайсысы басыңқымен мағыналық тұлғалық жағына үйлесе байланысты. Ол жарыспалы бағаныңқылы, көп бағаныңқы сабақтас деп аталады екен. Құрамындағы жай сөйлемдердің бағаныңқы компоненттердің, яғни бағаныңқы компоненттердің әрқайсысы басыңқы сыңарымен мағыналық жағынан үйлесе байланысады. Басыңқы сыңарымен мағыналық жағынан үйлесе байланысады. Мысалға, күні бойы жаңбыр жауып, оның үстіне қатты жел тұрып, бараққа зорға жеттік дейді. Осыны қарап отырсақ, бараққа дегенді басыңқы сыңары болып тұр. Енді бұл жерде бағаныңқы сыңары жаңағыдай күні бойы жаңбыр жауып, оның үстіне қатты жел тұрып. Енді осы бараққа зорға жеткендегі жағдайын айтып тұр. Бараққа қалай жетті? Зорға жетті. Бараққа баратқан кезде не болды мына жерде? Оның үстіне күні бойы жаңбыр жауып, оның үстіне қатты жел тұрды. Осы екі сөйлем бір-бірімен мағына жағынан байланысып келіп тұр. Сондықтан бұны жарыспалы көп бағаныңқы сабақтас дейміз. Яғни бағаныңқы сыңары бір-бірімен бірге байланысып келіп тұрады екен. Бір-бірімен байланысып келіп тұрады. Үйлесе байланысады. Бұны бағаныңқылы, жарыспалы бағаныңқылы дейміз. Келесі сатылы бағаныңқылы сабақтас бар. Екінші түрі бұның сатылы бағаныңқылы сабақтас сөйлем. Көп бағаныңқылы сабақтас сөйлем. Мысалы, Қартқожа қайтып келсе, бір топ жігіт жиналып, ортасында біреу ән шырқап жатыр екен дейді. Енді осы жерде қарасақ, бұнда сатылы, яғни сатылы дегеніміз алғашқы сыңар соңғы басыңқымен тікелей байланысқа түсе алмайды. Соңғы басыңқы мынау, ортасында біреу ән шырқап жатыр екен деген ғой. Қартқожа қайтып келсе, ортасында біреу ән шырқап жатыр екен. Мына Қартқожа қайтып келсе деген алғашқы сыңар, бағаныңқы сыңар, алғашқы бағаныңқы сыңар. Осы алғашқы бағаныңқы сыңар мына соңғы басыңқы сыңармен бірден байланысқа түсе алмайды. Ол мына бір топ жігіт жиналып деген ортасындағы жай сөйлем арқылы соңғы басыңқы сыңарға байланысқа түседі. Бұндай байланысатын көп бағаныңқы сабақтастың түрін сатылы көп бағаныңқы сабақтас дейміз. Сатылы, яғни саты бойынша, белгілі бір сөйлем бойынша байланысып барып бір-бірімен мағыналық жағынан үйлесетін сөйлемдерді бұны сатылы көп бағаныңқы сабақтас сөйлем дейміз. Яғни саты, белгілі бір басқыштар бойынша, саты бойынша байланысады. Манағы жарыспалы деген ол бір-бірімен қатар тұрды ғой. Енді бұнда керісінше басыңқы сыңары соңында келеді, алғашқы бағаныңқы сыңары сол ортасындағы бағаныңқы сыңары арқылы, яғни ортасындағы жай сөйлем арқылы байланысқа түседі екен. Бұны сатылы көп бағаныңқы сабақтас сөйлем деп айтамыз. Енді оқушылар осы ережені тағы да өздерің қайталаңдар. Кітапта ережені 95-ші беттегі сол бойынша тапсырмалар орындаймыз. Үйге тапсырма мынадай: көп құрамды салалас сөйлемге 3 сөйлем құраймыз. Енді бана бірінші айтқанымыз, көп құрамында 3 жай сөйлем болу керек. Осындай құрамында 3 жай сөйлем болған, осындай 3 жай сөйлем болса, ол көп құрамды салалас болады. Және 3 жай сөйлем бір-бірімен тығыз байланыста болу керек. Мысалы, мен мектепке келдім де, сыныпты ашып қарадым, оқушылар сабақ оқып отыр екен. Міне осы 3 жай сөйлемнің бәрі бір мағынаны қамтып тұр. Бұл көп құрамды салалас болады. Осы сияқты 3 сөйлем құраймыз. Және келесі көп бағаныңқылы сабақтас сөйлемге 3 сөйлем құраймыз. Көп бағаныңқылы, мана бағаныңқы сыңары екеу болу керек, бағаныңқы сыңары екеу болу керек. Бұндай сөйлемде көп бағаныңқылы сабақтас дейміз. Бағаныңқы сыңары екеу болса, көп бағаныңқылы сабақтас дейміз. Мысалы, бұлай құрауға болады: аспанда жұлдыздар жарқырайды, және ауада жел жоқ. Шамасы ертең күн ашық болады дейді. Осы сөйлемді алып қарайтын болсақ, бұнда алғашқы екі сыңары, алғашқы бағаныңқы сыңары бір-бірімен байланысқа түсіп тұр.
аспанда жұлдыздар көп, және де күнде жел жоқ. Осы екеуінің себебінен күн ертең ашық болады деп тұр. Сондықтан осындай тәрізді, осындай мысал келтірген тәрізді, осындай 3 сөйлем құрап жазамыз үйден. Жақсы оқушылар, осы тапсырманы орындап маған жібересіңдер.